Сәлем достар, біз қазір құдық деген құрақты құрайтын боламыз. Ең алдымен 20-20 матамызға 4-4 квадрат құрағымызды бастайды, квадратты қоятын боламыз. Ең алдымен бұның түгіне мән береміз. Түгі жатыңқы болу керек. Одан кейін ақ түсті 3 сантиметрлік ақ түсті қоятын боламыз. Оның да түгіне мән береміз. Түгі астына қарап тұру керек. Міне осылай астын қиып алып тастаймыз. Одан кейін қоңырды қоямыз үстіне. Бұл жерде құрағымыз тегіс шығу үшін лапканың бойымен алып тігетін боламыз. Бәрі бір-біріне бірдей болып түсу үшін лапканың бойымен тіккен дұрыс. Енді ақты қоямыз. Бұл жерге де ақты қоямыз. Осы жеріне мән беру керек. Бірінші ақ, одан кейін қоңыр, одан кейін ақ бір-біріне жалғаймыз ақты, енді үстіне қоңырды қоямыз. Лапканың бойымен аламыз. Закрепка беріп, лапканың бойымен тегіс шығады. Міне лабиринттің уже басы басталды. Енді ақты қоямыз. Айналмалы түрде болып жатыр. Енді қоңырды қоямыз. Енді тағы да қоңырды қоямыз. Мұны дәл осылай жалғастыра береміз. Түгіне мән береміз. Түгінің бәрі жатыңқы болған кезде айналып тұрады осылай жатыңқы түрмен.
Міне достар, мен сияқты құрақты құрасаңыздар, әрі оңай, әрі жеңіл түрі. Бұны жаңағыдай бірдей болды, қисық болды деудің қажеті жоқ. Бірінші тіккен адамға бәрі де болады, идеально қылып шығарам деп шықпады деп уайымдамаңыздар. Бәрібір де минус плюсы болады. Дәл менікіндей жасасаңыздар өте оңай.